Баршаларыңызға қайырлы күн, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздермен бірге келіндеріңіз үйде ешкім жоқта нанға жағып жейтін ең оңай әрі жылдам дайындалатын тәтті сочный-мочный асқабақтан тағам дайындайтын боламыз. Алдымен жуамыз, әбден турап, қуырып, майға әбден қуырып аламыз. Үйде помидор болса, помидор қосамыз, болмаса томат болса, томат та қосасыз. Мен помидор болғандықтан томат қосқан жоқпын. Помидорды әбден турап жуаны бәрін қуырып аламыз. Жуа бәрі өліп піскенше. Одан кейін асқабағымызды майдалап тураймыз. Мына жерде теркіден өткізсеңіздер тіп жақсы болады. Мен сол теркіден өткізді ұмытып кетіппін. Осылайынан көбіктеп тураймыз, болмаса теркіден өткізіп аласыздар. Осылай барлығын үстіне қуырылып атқан кезде асқабағымызды салып қуыратын боламыз. Сәбіз қоссаңыздар да болады. Нанға жағып жейтін өте тойымды тамақтың түрі. Осылайынан қуырылғаннан кейін үстіне тұз, бұрыш, кристаллик немесе үйде желінбей тұрған мен салатты қосып жібердім. Түрін қызартып әдемі рең береді. Қалауларыңызша қосасыздар. Перпап қоссаңыздар да болады. Біздің тамағымыз дайын болды. Барлығыңызға ас болсын. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған келіндеріңіз Амина. Тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Алда тағы да қызықты тағамдармен бөлісетін боламын. Тыңдағандарыңызға рахмет.